Сәлем достар, сіздермен Индира. Бүгін мен адамның өміріне қажетті 5 саланың екінші саласына тоқталамын. Ол рухани даму, иман. Біз білеміз, денсаулықтан кейін Алламен қарым-қатынас және өзімізбен қарым-қатынасты реттеуіміз керек. Ең бастысы Алламен қарым-қатынасты реттеу. Мен үшін бұл әлі де жасалынып жатқан, әлі де іске асып жатқан тақырып. Себебі мен де идеальный емеспін. Сол үшін мен осылай жазып алдым, өзіме не керек екеніне күнде таңертеңгісін тұрған кезде ниет етем, жатарда шүкіршілік айтуға тырысамын. Шүкіршілік айтамын, жазамын, және таңертеңгісін тұрған кезде ниет етемін. Алла тағала бүгінгі күнімізді, таңертеңгісін күнімізді берекелі етші деген сияқты. Содан кейін бірінші Аллаға сену, Алладан ғана сұрау, Аллаға ғана медет ету. Ол дегеніміз біреуден бірдеңе күтпеу, ешкімнен ештеңе күтпеу. Біреу бізге міндетті емес, ешкім міндетті емес, ешкімдер ренжімеу. Кейде енді жақындарынан қатты күтесің ғой, ондай нәрселерді, бірақ ешкім ешкімге міндетті емес екенін ұмытпау керек. Алладан ғана сұрау, ешкімге ренжімеу, әрекет жасау. Содан кейін күнде жатарда дұға тілеу, бәрін кешіру, ренжімеу ешкімге, кешірім тілеу. Таңертең және кешкі уақытта Аллахқа мадақ айту. Бұл менің қолымнан кейде келеді, кейде келмей жатады. Бірақ әдетке айналдырсаң, әдет қалыптасып, автоматты түрде аузынан шығып тұратын болады. Және пайғамбарымызға салауат айту, саллаллаху алейхи уассалям, Мұхаммед пайғамбарға мадақ айту. Содан кейін кешірім сұрау, зікір айту, 99 көркем есімін айту, дұға тілеу, ораза ұстау. Кәмелеттік жасқа толғаннан кейін бізде ораза ұстау және намаз оқу парыз. Нәпіл оразаларды ұстау, намаз оқу, қаза етпеу, Құранға түсу, арабша үйрену. Мен осы Құранға қазір түстім. Бір жылға жуық уақыт болады. Мен оқып жатқаныма 4 ай бойы мен алфавит жаттадым. Представляете, 4 ай бойы, түсінесіз бе? 4 ай бойы мен тек алфавит қана жаттадым. Және мыңқылдап әлі оқып жүрмін. Мың бірақ енді бірте-бірте әйтеуір тоқтатпай, аз адам болса да үздіксіз аптасына 3 рет Құранға барып жүрмін. Және осы 30 пара сүрені жаттау деп қойдым. Ол оңай емес, оған жылдар кетуі мүмкін. Ықылас, Фәллах, Нас сүресін біз білеміз, бірақ сонда да тағы да бізге 30 параны жаттап жатқайту, қари болу мақсатым, менің өзім жеке мақсатым. Сіздерге де соны тілеймін, өйткені біздің қазір меңгеретін саламыз бұл арабша оқу бізге былай айтайын сіздерге. Мысалы, телевизордың өзінің инструкциясы кітапшасы болады, қалай не істеу керек екенін жазылып тұрады, мынаны қосаңыз, мынаны қосаңыз. Біздің инструкциямыз Құран кітап. Сол Құранда қалай жазылады, не жазылған, бәрін от-иту білетін болсақ, біз қари боламыз және өмірімізде қолданатын болсақ, пайғамбарымыздың артынан ерген үмбеттердің қатарынан болатынымызға 100% гарантия. Және жатарда мүлік сүресін оқу деп жазып қойыппын. Жатарда мүлік сүресін оқу ол қабір азабынан сақтайды. Енді бұл мен әлі оқып жүрген жоқ. Енді өміріме енгізіп жатырмын, бірақ мына жерде жасау керек нәрселердің бәрін мен өміріме енгіземін деп жоспарлап жазып қойғанмын. Сіздерге де солай жазуды ұсынамын. Және әр іс-әрекетіне қатысты дұғаларды жаттап алу. Бізде тамақ ішерде айтылатын дұға бар. Жаңағындай туалетке кірерде, дәретханаға кірерде айтылатын дұға бар, дәретханадан шығарда айтылатын дұға бар, үйге кіретін кезде айтылатын дұға бар, киім кигенде, базарға барғанда да айтылатын дұғалар бар. Бұлардың барлығы бізге просто тап, жайдан жай берілген жоқ. Жайдан жай берілген нәрсе емес. Ол біздің өмірімізде жаман нәрселерден сақтау, жын шайтандардан сақтау мақсатында берілген инструкция, бір сөз айтқан кезде нұсқаулық. Біз соны егер өмірімізге енгізетін болсақ, бізге өміріміз жеңіл болады. Кейде біз болады ғой, енді өмірімізді қиындап жүреміз. Анау болмай жатыр, мынау болмай жатыр, анау бүйтпей қалды, мынау бүйтпей қалды, бір нәрсе бастайсың, іске аспайды, аяғың алдыға жүрмей қалады. Сондай кезде бұның барлығы бізге берілген нұсқаулық, бізге берілген шпаргалар. Сондықтан біз өмірімізге енгізуіміз керекпіз. Онсыз бізде никак, онсыз ешқандай, өмірімізге осы әр іс-әрекетіне қатысты дұғаларды жаттап алу, оны өмірімізге енгізу бізге өмірімізді жеңілдетеді, бір сөзбен айтқан кезде. Және өзіме бір тапсырма беріп қойғанмын, осы жерде сүрелердің бәрін шығарып, жаттау деп қойдым. Енді мен қазір Құран сабағына қатысып жүрмін. Білесіздер ме, біздің айтып жүрген сүрелеріміздің бәрі қате екен. Ой, біз айтамыз ғой, Алла тағала бізді кешіреді, қате айтсаң да депші, бірақ біліп тұрмыз ғой оның қате екенін. Біз дұрыс айтып жатқан жоқ екенімізді біліп тұрмыз ғой, дұрыс айтып жатқан жоқпыз. Біз оны үйренуіміз керекпіз. Біз сол ертең сол үшін сұраламыз. Соны түсініп, мен қазір Құран сабағына барғым келмейді, барғым келмесе де өзімді зорлап барып жүрмін. Бетім кірпіш болып барамын. Кейде орындамай барамын сабақта. Ұстаз, мен бүгін сабақта орындамадым. Сосын отырады, онда маған садақа бересіз. Онда сіз жаңағыдай мешіттің туалетін жуасып береді, маған сөйтіп тапсырма береді. Ондай істемес үшін мен жаңағыдай үй жұмысын жасауға тура келеді. Себебі неше түрлі сылтау айтамыз, уақыт келгенде оқимыз деп айтамыз. Негізінен уақыт келмейді, уақыт кетіп жатыр. Керісінше кетіп жатыр. Кезінде сіз 25 жаста болғансыз, қазір сізге 25 жас қайтадан қайтып келмейді. Сондықтан уақытты дәл қазір осы сәтте пайдалану керек екен. Оны бәріміз біліп тұрмыз ғой, бірақ қазіргі тілмен айтады ғой, осознанно нужно подходить деген сияқты. Сондықтан сіздерге кеңес беремін, өзіме де кеңес беремін. Бұл видеоларды мен өзім үшін және басқаларға пайдам тисін деген мақсатта жазып жүрмін. Бүгінге осы. Чао.